Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өзімнің заказға жасап жүрген красный бархат трайфлын жасап көрсететін боламын. Менің видеом ұнаса, соңына дейін қарап, видеома тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Алдымен осындай құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін үстіне өлшенген шекерімізді салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Біздің шекеріміз еру керек, әбден миксерді жай скоростан орташа скоростқа, содан кейін жоғарғы скоростқа қойып отырамыз. Міне біздің массамыз екі есе үлкейіп, өзінің формасын ұстады. Енді осының үстіне қалған құрамдарымызды қосамыз. Яғни сұйық майымызды қосамыз, күнбағыс майы, және тағы да бір миксерлеп аламыз. Қатығымызды қосамыз, немесе сіздер айран қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Енді біз ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, және кішкене ас содамызды қосамыз. Және жарты шай қасық осындай пищевый краситель қостым, яғни индийский краситель. Сіздер гелевый краситель қосатын болсаңыздар, бір шай қасықпен қоссаңыздар болады. Мен барлық бөлімін, описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне барлығы осылай қосамыз. Енді миксерімізді жай скоростан бастап араластырып шығамыз. Көргендеріңіздей біздің қамырымыз уже қып-қызыл болып, яғни красителімізді өзінің әдемі түсін беріп жатыр. Әр үй бикесінің жасалу тәсілі әртүрлі болғандықтан, қыздар, көбісі осы красный бархат тортына, капкейктеріне, немесе трайфлдарына какао қосады. Бірақ мен өзім қоспаймын. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өз еріктеріңіз. Егер де какао қосам десеңіздер, 10-15 грамм какао қоссаңыздар болады. Міне біздің массамыз осылай әдемі болды. Жан-жағын лопатканың көмегімен жинап аламыз. Және тағы да бір айналдырып, енді осыны пергамент төсеген қағазға жайып, 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Қыздар, тағы да айта кетейін, сіздер осындай тәттілер пісірген кезде паклан пергаментін қолдансаңыздар өте жақсы. Ол кондитерлік дүкенде сатылады. Менде паклан қағазы таусылып қалғандықтан мен осындай арзан тұратын пергамент қағазын төседім. Егер де осындай пергамент қағазы, арзан тұратын қағаз төсесеңіздер, үстін міндетті түрде сұйық маймен майлап алыңыздар. Өйткені арзан паклан болғандықтан біздің тәттіміз жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай барлығын жайып аламыз. Скапуланың көмегімен де жайсаңыздар болады, немесе мен сияқты осындай лопатканың, яғни күрекшенің көмегімен жайып алсаңыздар болады. Бізде осыдан бір 10-12 штук трайфл шығады. Өздеріңіз үйге істесеңіздер де болады. Енді бұл пешке кеткеннен кейін біз кремін жасап аламыз. Менде осындай өлшеп алынған творожный сыр, және осындай 33% сливки пайдаланамын. Алдымен біз творожный сырымызбен шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Өйткені біздің творожный сырымыз түйіршіктеніп қалуы мүмкін. Сондықтан екеуін миксерлеп алғаннан кейін барып, үстіне сливкимізді қосылып, жақсылап миксерлейміз. Тағы да айта кетейін, қыздар, трайфлға біздің креміміз не сұйық, не қою болмау керек, орташа температурада болу керек. Өйткені біз крем салатын қалтақшаға кремімізді салған кезде, біздің креміміз емін-еркін ағып тұруы қажет. Міне көргендеріңіздей осындай қиындық тудырады, қорықпаңыздар. Қатты скоростта миксерлесеңіз, міне творожный сыр өзінің формасына келді. Енді осының үстіне сливкимізді, яғни мұздатылған сливкимізді құйып шығамыз.
Айта кетейін, сливкиіңіз және творожный сырыңыз барлығы бөлме температурасында емес, яғни холодильникте, мұздатқышта болуы қажет. Егер де қыздар сіздер көп заказға жасайтын болсаңыздар, осы массаларды 2 есе ұлғайтып жасасаңыздар болады. Міне біздің креміміз дайын. Көп миксерлеуге де болмайды, өйткені крем өзінің массасын ұстамай қалуы мүмкін. Осындай массада болады. Мына қаймақ секілді жақсы әдемі крем шықты. Енді кремді бір шетке қойып, жаңа піскен қоржынымызды суытып аламыз. Әбден суығаннан кейін осы пергамент қағазын жайлап алып, ыдысымызға қоржындарымызды үгітеміз, яғни крошка жасаймыз. Өте нәзік, өте жұмсақ бізде корж шықты. Жесең ауызда ериді қыздар. Дәл мен сияқты жасасаңыздар, сіздерде мінсіз шығатынына сенемін. Ақша каналдың дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосам десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария бөліміне өз ой пікіріңізді қалдырып, және қоңырау белгісін басып кетіңіз. Қоңырау белгісін басып кетсеңіз, менің жаңа видеом міндетті түрде сізде шығып тұрады, яғни бірінші көре аласыз. Міне қыздар, менде осындай трайфлдың ыдыстары бар, яғни бұл кондитерлік магазинде сатылады дүкенде. Осыған енді 1,5 қасықтан осылай корждарымызды салып, үстіне жаңағы дайын болған кремдерімізді құйып шығамыз. Неге барлығын салып алдық осылай. Енді міне қалташаға кремімізді құйып алдық. Менде 333 насатқы кремдерімізді осылай барлық трайфлдарымызға құйып шығамыз. Міне қыздар, әдемі болып шықты. Біздің креміміз де, коржымыз да өзінің әдемілігімен көзге өте жақсы әдемі көрініп тұр. Көрдіңіздер ма? Міне осылай болады. Ешқандай да ақып кетпейді, қорықпаңыздар. Енді осының үстіне қайтадан корждарымызды салып шығамыз. Қыздар, көріп тұрғандардай менің коржым көрдіңіздер ма? Қып-қызыл әдемі болып көрінді. Егер де сіз какао салсаңыз, шамалы сіздің коржыңыз қанықтау, яғни бордовый цвет болып шығады. Міне қыздар, енді барлығына осындай қып корждарымызды салып шығамыз. Міне қыздар, салдық. Енді қайтадан кремімізді әдемі гүлдің насаткысымен осылай құйып шығамыз. Өте оңай, тез дайындалуы тез, көп уақытты алмайды және көп құрамды қажет етпейді, яғни бір жұмыртқадан ғана жасалады. Енді үстіне өздеріңіз қалауларыңызша жеміс-жидекпен әрлесеңіздер де болады. Мен осындай кондитерлік дүкеннен осындай моншақтар, яғни посыпка алдым, осылармен әрлеп шықтым. Енді ол өз қалауларыңызша. Менің видеом ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған Кәмшат, келесі видеомда кездескенше сау, саламат болыңыздар.